Сәлем, бұл тез мультик. Алаки есімді балақайға әкесі Зуба нағыз арыстандар сияқты төбелесуді үйретуге тырысып жатыр. Бірақ Алаки оның орнына билегенді жақсы көреді. Әкесі Зуба арыстандар көсемі. Ол ұлына табандағы қалың көрсетіп, бұндай сенде де бар дейді. Оларға Макунга кеп, мен көсем болам, өйткені прическам мощный дейді. Зуба ұлына қара қалай төбелесу керек деп, Макунгамен шайқасқа түскенде, Алаки көбелекпен ойнап басқа жаққа кетіп қалады. Кенет ол қозғалған арқанды байқап, кішкентай әбішіне мысықтар ұқсап, соның артынан қуа жөнеледі. Бірақ бұл браконьерлер екен. Олар оны аман қалдырып, жәшікке салады. Сол уақытта Зуба шайқаста жеңіске жетіп, баласының жоғалғанын анықтайды. Ол баласын алып баратқан мәшинені көріп, оған қатты жүгіріп жетіп ап, баласын босата бергенде, оны браконьер атып түсіреді. Мәшине резко бұрылып, Алакейдің жәшігі аударылып, суға түседі. Құлағына оқ тиген әкесі Алакей деп мәшиненің артынан жүгіреді. Алакей болса сумен жүзіп Нью-Йоркқа жетеді. Оны адамдар тауып, Алакей балақай зоопаркте тап болады. Ол билеуді жақсы көретіндіктен адамдарға бірден ұнап кетеді. Бұл Алекстің кішкентай кезі достар. Қазіргі уақытта олар Мадагаскардан ұшақпен кеткелі жатыр. Джулиан, мен де сендермен бірге барам дейді. Мортта, мен де барам деп ұшаққа кіріп үлгермей қалды. Пингвиндер ұшақты оталтырып, лемурлар оны рогатыкмен атып, олар ұшады. Ұшақта Глория Нью-Йоркқа жеткенде жігіттермен танысып, отбасы құрғысы келетінін мәлімдейді. Мелман, сен басқа жігіттермен свиданияға барғың келе ме деп сұрақ қояды. Бәрі оған қарап қалады. Содан ол жауап бермей, неге бізге сусындар әкелмей жатыр деп әңгімені басқа жаққа бұрып, пингвиндерге кетеді. Глория ұйқыға кетеді. Ұшақтың жанармайы таусылып, олар құлайды. Жолай Марис пен Джулиан ұшып шығып, парашютпен аспанда қалады. Құлап баратып, бәрі өлер алдында шындықтарын айтып жатқанда, Мелман Глорияны жақсы көретінін айтып айғайлап жібереді. Тып-тыныш болып қалады. Глория болса қорылдап ұйықтап отыр. Яғни оны естіген жоқ. Ұшақ жерге құлайын дегенде, пингвиндер тізгінді қолға алып, жолай қағып соғып, оны қондырады. Бастысы бәрі аман есен, тек екеуі ғана жоқ. Шкипер екінің арысы берісіне дейді. Глория ұйқысын қандырып тұрды. Пингвиндер 6-9 айда ұшақты жасап бітіретіндерін хабарлайды. Шкипер Алексқа красавчик, жүгір бар, туалет қазып қош дейді. Төртеуі олардан кетіп, жолдан туристер мәшинесі шығып, вспышкаларымен суретке түсіріп кетеді. Алекс олар бұларды Нью-Йоркқа жеткізіп салады деген үмітпен қуалап жетеді. Олардың ішінде таныс апа бар екен. Алекс апа екеуі төбелесе бастайды. Нәтижесінде Алекстің бір тісі түсіп, ападан жосқы таяқ жейді. Апа лампышкасынан бір теуіп, мәшинеге отырып, олар кетеді. Алекс апаның телефонымен адамдарға звондағысы келеді. Бойы ұзын Мелман бір нәрсені байқап, олардың бәрі оның артынан еріп, өздері сияқты жануарларды көріп аң-таң болады. Марти, бұл Африка ғой дейді. Төртеуі оларға жақындап амандасып, олардың көсемдері арыстан шығады. Алекс, мен сізді танымаймын ба дейді. Көсем жынданғанда оны әйел тоқтатады. Ол Алекске, Алаки, бұл сенсің бе деп Зубаға оның табандағы қалды көрсетеді. Алекс, жоқ, мен Алекспін дейді. Зуба, балам дейді. Алекс, мама, папа деп жылағысы келіп кетеді. Зуба, ұлым оралды деп жар салады. Макунга Зубадан құтылу үшін Алакиді пайдаланатынын мәлімдейді. Джулиан мен Марис, мистер Кредо немесе арабтар сияқты жүр, салам алейкум деп. Глория мен Марти өз үйірлеріне қуана қосылады. Мелман тіпті дәрігер боп жұмысқа кіріп алады. Зуба ұлының Нью-Йорк король екенін айтып, Алекс арылдап өнерін көрсетеді. Мелман бақсы болбаған, ал Глорияға Мото деген жігіт қырындайды. Макунга Алаки үйірге қабылдау рәсімінен өткен жоқ, ұлыңды қашан қуасың деп Зубадан сұрайды. Әкесі ұлына, ол рәсімде жас арыстандар өздерінің еркек екендерін дәлелдеп, өнерлерін көрсететінін айтады. Алекс қатырамғы әке деп қояды. Кейін төртеуі Африканың оларға ұнап жатқанын мойындайды. Сол уақытта пингвиндер ұшақты жасауға запчасть керек болғандықтан туристердің мәшинесін угон жасайды. Кенет мәшинеде әлгі апа шығып, оны бұлар мәшинеден лақтырып жібереді. Сосын оны қағатта артқа беріп кетіп қалады. Бірақ апаң мощный, мойнын қытырлатып, туристерді өзімен бірге жетектеп кетеді. Алексті мама папасы ол кішкентай кезінде ұйықтаған жерге алып келеді. Бағанағы туристер басқа туристер тобын табады. Апа от жағып, өзі сияқты Нью-Йорктан келген туристерді жандандырады. Таң атқанда теңізден морт шығып, артынан оны жеуге акула шығады. Мейсон мен Фил пингвиндарға көмекке көп маймылдарды алып кепті. Содан олар жұмысқа кіріседі. Рәсімге дайындалып жатқан Алекске Макунга кеп, Птица есімді қарсыласты таңдауға кеңес береді.
Алекс ортаға шығып, Зуба оған қарсылас таңдауды айтқанда, әлекең Титсе дейді. Бәрі аң-таң болады. Титсе шығады. Алекс кәз билеп жарсамыз, айырамын деп ойлайды. Әлекең билейді. Бір кезде Титсе күшті соққы жасап, Алекс таяқ жейді. Макунга, Алеки сынақтан өтпеді, масқара. Зубаға енді оны қууға тура келеді. Өкінішті деп қуана айтады. Зуба оны қумау үшін көсем лауазымынан бас тартады. Макең онда көсем мен болам деп Алекиді үйірден қуады. Кейінірек Алекс әкесімен ұрысып кетіп қалады. Мелман дәрігерлік қызметінде. Жанындағы жирафтар оның үстінен бір дақ байқап, бұрынғы бақсы Джода сондай болған мәлімдейді. Дүйсенбі күні Джо жүрген, сәрсенбіде ол жоқ дейді. Содан Мелман дүрбелеңге түсе бастайды. Марти зоопарктегі өнерін басқаларға көрсетіп мақтанады, бірақ олар бұл өнерді тез қағып алады. Марти өзін әрқашан ерекше деп ойлағандықтан көңілі түсіп кетеді. Сол уақытта көңіл күйлері жоқтар ұшақтың қаңқасында отыр. Бір кезде өміріне Риза Глория кеп, мото-мотомен свиданияға баратын хабарлайды. 2 күннен кейін өлем деп жүрген Мелман жынданып, олар ұрысып қалады. Және де жанында жүрген зебраның Марти емес екендігі анықталады. Алекс Мартиді танымағандықтан Марти ренжіп қалады. Содан Алекс жалғыз қалады.